Қайын сіңлімді қонаққа шақырып жатырмын, айдаттың басын жібермеді. 2 күн бұрын түсірген видеом енді салып жатырмын. Қайын сіңлім Астанадан қыдырып келген, енді қайтадан Астанаға қайтып бара жатқандықтан кетер аяқ жасағым келді. Ет тамақты бүкіл үйден жеп жүр ғой деп чекен қуырғым келді. 2 баламды садикке шығарып салып 8:30-дарда дайындықты бастадым. Әр видеомның астында бір оқып қалатын комментариям бар, жағымпазданушылық деген. Бірақ сондай кісілерге айтарым, жағымпаздық пен сыйластықты шатастырып алмаңыздар. Жылында бір рет келіп кететін қайын сіңліні осылай күтсең, ол деген тек қана сыйластық деген сөз. Ал енді не пісіргенімді айтайын. Ең бірінші компот пен оливье салатына керекті заттарды қайнатып алдым. Чекенді маринадтап қойып, чебурекидің заттарын дайындап, оны да қуырып алдым. Бірақ чекендерім маринадталған күйінде 2 сағат тұрды. Негізі 3-4 сағат тұрса өте дәмді болады. Осылай да дәмді болып шықты. Сосын оливье салатынды араластырып дастарханды дайындауға көштім. Осы столға риза болдым. Бар жоғы да білінбейді. Қонақтар келген кезде осылай жайып қоя саламыз. Чебурекиден бастап қойдым. Негізі қайын сіңліммен қосылып келінімізді де шақырған едім. Баласы ауырып шыға алмай қалыпты. Салатты қойдым, бокалдарды қойдым. Көптен бері сарымайда сақтап жүрген қауын мен қарбызымды қойдым. Және де банафипай пирогын дайындадым. Қайын сіңлім келіп, қызым мен үшеуміз отырып а душе әңгімелесіп, уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық.